Енді жаңа осы тағы ислам әлеміндегі қозғалған мәселенің бірі ру'ятулла, қазіргі тақырып. Жәннатта пенделердің Аллахты көруі. Мұсылман, Алла бәрімізге нәсіп етсін. Одан ұлық нығмет жоқ. Жәннат мақұлық, жәннат нығмет, бірақ ол мақұлық нығмет. Жәннат жаратылған нәрсе. Жаратылған нәрсенің шегі болады. Жаратылған нәрсе аяқталады. Сондықтан да Алла Тағала жәннаттағы ең үлкен нығметін істеді. Жаратылмаған еш нәрсеге ұқсамайтын Алла Тағаланы көру. Сондықтан ол мысалы айтады, Алла жәннатта дидарын көрсетуді нәсіп етсін. Уалғият зубилля, ол жер дидарын, Аллахты көруді нәсіп етсін деп дұға қылып. Айтады, уарру'яту хаққун. Имам Тахауи рахимахулла айтады, уарру'яту хаққун ли ахли жәннати. Жәннат иелерінің Аллахты көруі хақ. Бірақ бұл көріну биғайры ихататин уәлә кайфиятин. Еш кескін кейіпсіз, қамтусыз болады. Ал енді бұны айтып атқан себебі Муътазила не деді? Жәннатта Аллах көрінбейді деді. Оған олардың бұл нәрсеге апарулары ақылдары себеп болды. Өйткені айтты, егер деді біз жәннатта Аллахты көретін болсақ, көздің алды бар, арты бар, жаны бар, үсті бар. Демек бір тарапқа енгізіп қоямыз. Алла Тағала тарапқа орынға мұқтаж емес. Демек адам бұл көзбен жәннатта Аллахты көре алмайды деп олар тұжырымдамаға келді. Бірақ әхлі сүнна уәл жамаға нас келгендіктен біз ақылды тоқтатамыз. Құранда аят келді ме? Ақыл тоқтау керек. Сондықтан недер, ол жағында болатын нәрсе биғайры иқатат, біз Аллахты қамтып түсінемейміз. Оля кайфиетін оған кейіп беремейміз. Осындай цвет түр. Сондықтан бұлар не деді? Жәннатта Алла Тағала бұларға төбесінен көрінеді дейді. Бұлар дүниеде Алла Тағалаға тарап бекітіп қоймай, жәннатта да Алла Тағалаға тарап бекітеді. Егер дейді Алла Тағала бұларға жәннаттағы мұсылмандарға, момындарға, жәннат иелеріне Алла Тағала төбесінен көрінбесе, захма дейді, пробка болып қалады дейді, артындағылар көремей қалады дейді. Ол жаңағыдай мына мысалы мына жерде мен бір жерде көрсетсем, жаңа анау арттағы отырған адам көрмей қалуы мүмкін де алдындағы адамдарға байланысты. Сөйтіп көрмей қалуы мүмкін. Сондықтан төбесінен көрсетсең дейді, бәрі бірден көреді дейді. Оған жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисін келтіреді. Қарасаң пайғамбарымыз сахабалар айтты ғой, біз Раббымызды қалай көреміз деген жоқ. Әл нара деді. Біз көреміз бе Раббымызды? Кайфа нара деген жоқ. Раббымызды көреміз бе деді. Сендер айтты 14 күндегі Бәдір дейді, 14 күндегі айды көргендей көресіңдер деді. Ондағы мағынасы не? Әл-удух дейді. Анық сендерді ешкім бөгет боламайды дейді. Сонда бұлар дейді, пайғамбарымыз салсам өте сондай ұқсас тәшбих жасады дейді бұл жерде дейді. Ол деген сөз жаңа біз айды көрген кезде дейді, қайда қараймыз дейді. Ай біздің қай жағымызда дейді. Жоғарғы жағымызда. Демек қияметте Аллахтың көрінуі де солай дейді. Бұлайша айтқан кезде жаратылысты жаратылмаған Аллаға қияс қылады. Бұны қияс батыл дейді. Жаңағы шайтанның, лағнеттің айтқаны, сен оны топырақтан жараттың, мені оттан жараттың дейді. Мен оған сәжде қылмаймын дейді. Сонда дейді шайтан дейді, ол оттың топырақтан қадірі төмен екенін түсінбеген. Оны қияс батыл дейді. Бұл жөнінде кама натақа бихи китабы Раббина хайсу қала. Оны Алла Тағала былай деп айтты Құранда. Сондықтан біз бекітеміз. Бірақ ал қалай оны біз не дейміз? Еш кейіпсіз, қамтусыз. Біз Аллахты қамтып түсінемейміз. Уджуху яума идин надира иля раббиха назира. Ол күндері жүздер жарқылдайды дейді. Раббысына қарап дейді. Ол шексіз қуаныш. Ва тафсируху. Енді осыған ұқсаған муташабих аяттардың тәпсірі дейді, алама арадахуллаху тағала ва галимаху. Бұл әхлі сүнна уәл жамаға, салафы болсын, халафы болсын, біздердің ұстанатын бағымыз бірінші тафуид. Сізге айтады, сондықтан Суфиян ибн Ғуяйна не деді? Муташабих аяттардың тәпсірі қираатуху деген. Мағнаху ва тафсируху тилаватуху деген.
Мысалы айтты, бауырым, Ар-Рахман ғалал ғарш истауаның аяттың мағынасы не десе, Ар-Рахман ғалал ғарш истауа. Ядуллаха фауқа айдихимнің тәпсірі не? Ядуллаха фауқа айдихим. Мені тафуид деген. Сондықтан муташаби аяттардың тәпсірі оның оқылуы дейді. Сізден біреу муташаби аятты сұрап келсе, аға, ақсақал, Ар-Рахман ғалал ғарш истауаны қалай түсінесіз десе, Ар-Рахман ғалал ғарш истауа деп түсінемін деңіз. Құранда Алла тағала айтып тұр ғой. Құранда Алла тағала айтып тұр ғой. Ар-Рахман ғалал ғарш истауа. Жоқ, олай деп айтамайды саған. Аға, сіз осы уағыздар түсіріп жүрсіз. Ядуллаху фауқа айдихим мағынасы не десе, ашыңыз да, ядуллаху фауқа айдихим. Ол жерде мағына бар. Алла бір нәрсені мақсат қылды, сол. Сондықтан айтты, бұндай аяттардың мағына тафсируху, алама арадахулы, Алла нені қалап тұрса, оғалым нені біліп тұрған болса сол. Сондықтан имам Шафиғи радиаллаху анху бұл жерде не деді? Өте жақсы нәрсе айтқан. Аманту бима жа'анилlah аля мурадилlah. Аманту бима жа'ан расулилlah аля муради расулилlah. Мен Аллахтан не келген болса, Аллах оны не мақсат қылып тұрған болса, мен соған сендім деді. Пайғамбардан келген нәрсеге пайғамбар нені мақсат ет? Мысалы, пайғамбар айтты, Алла тағала қадамын қояды деді. Нені мақсат қылды? Сол мақсатқа иман келтірдік. Бұл салаф солих имамдарымыздың тафуиды. Ал енді мағынасы не? Оны араб тілі шеңберінде алдыңғы имамдарымыздың, ұлы имамдарымыздың сөзімен астарлап түсіндірсек болады. Жалпы қоғамға түсінікті болу үшін. Сол сияқты уа куллу маджа физалика, осыған ұқсаған муташабихтарға қатысқан. Минал хадиси сахих, пайғамбардан сахих хадистермен келген. Ан расулилlah ва ан асхабихи ридвануллаху алейхим ажмаин фахуа кама қала. Пайғамбардан келді ме, пайғамбар нені мақсат қылды, ол сол. Сахабадан келді ме, сахабан сол. Сондықтан Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анхудан келді деген мынадай сөз бар, риуаят. Аллахты толық түсіне алмауыңды мойындауыңның өзі оны толық танығаның дейді. Біз Аллахты қамти алмаймыз. Сол қамти алмағанымыз дегеніңді түсінуінің өзі оны толық танығаның дейді. Өйткені Аллахтың қақиқатына ешкім жетпейді. Ол Аллахтың қақиқаты бұл айтысын, жаратылған рухтың біз қақиқатын білмейміз. Мысалы, рухыңыз қайда десем мен сізге. Рухыңыз қайда? Рух қайда деп сұралмайды, білмейсің сен. Сол сияқты Алла тағала қайда деп сұралмайды. Бір жоғалып тұрсың ба әлде? Әлде Алланың барлығына күмән келтіремін? Бір ағамыз айтады, бір уағыз насихатта біреу тұрып айтады дейді жаңа. Құдай қайда деп. Сөйтсе, не сен қой жоғалып тұрсың ба? Сиыр жоғалып тұрсың ба? Қайда деп сұрайтындай. Бір жерден көргенде, сол жерден көрдім деп айтатындай. Сұрақтың өзі қате. Мысалы, мен айтсам, мына стақан білуші ме, әлде мына стақан білуші ме десем, мен сұрағым дұрыс қойылды ма? Ал егер мен айтатын болсам, бұл ағамыз көбірек біле ме, бұл ағамыз көбірек біле ме десем, мен сұрағым орынды, лайықты орынға қойылды. Сондықтан сұрақтың өзінде, мысалы, Алла қайда десе, Алла бар, орынсыз жауап салу.